Бір орманда ағаш кесуші әйелмен бірге сол орманда тұрған. Ол апта сайын қалаға көлікпен барып, отын сатып, 3 күннен кейін тамақпен оралатын. Бір күні қыс мезгілі болғанда, олар басын тезеде қалаға кетті. Кетер алдында ол әйелін сүйіп, уайымдама, сенің мен келгенімше көзіңді жұмып та үлгермейсің. Мен сені жақсы көремін. Ол қалада көп ақша тапты. Үйіне азық-түлік сатып алды. Содан соң үйіне қайтуға дайындалды. Бірақ кенеттен қалада қар көшкіні болды. Бірақ бұл ер адамды тоқтатпады. Ол үйіне қайтып бармақ болды. Бірақ қалалық тұрғындар оны қалуға сендірді. Егер сен үсіп қатып қалсаң, онда кім әйеліңе көмектеседі? Қар тоқтамай жауа берді. Бәрі осылайша жалғаса берді. Осылайша қар көшкіні 1 айға созылды. Тек қыстың соңына қарай бір жерге вагонмен жүретін мүмкіндік болды. Ер адам жолдың заттарын жинап, үйге қарай асықты және үміттенді. Әйелінің жағдайы жақсы шығар деп. Келе салысымен ол есікті жайлап ашты және ол әйелінің ас әзірлеп жатқанын көрді. Әйелі күлімдеп күйеуіне қарай бұрылды. «Жаным, мен сен үшін қатты уайымдадым», деп ол әйелін құшақтағысы келген. Бірақ әйелі күліп тұрып оны тоқтатты. «Жаным, сен жуынып кел. Ал сен шыққаннан кейін сені кешкі ас күтеді». Ол әйелінің айтқанына жарайды дегендей күлімсіреп жуынуға кетті. Бірақ ол ас бөлмеден шығарды. Әйеліне тағы бір рет қарау үшін бұрылды. Ол көзінің қиығымен әйеліне қарады және бір түрлі нәрсені байқады. Әйелінің қолы созылды, жерге түсіп қалған сәбізді көтеру үшін. Бұл мүмкін емес болатын. Бірақ ер адам көзімен естіген болар деп, бұл туралы ойламауды шешті. Сол түні кешкі ас ішіп болып, ұйықтайын деп жатқанда әйелі сұрады. «Сен маған не болса да жақсы көресің ғой?» «Иә, саған қандай жағдай түссе, мен сені жақсы көретін боламын. Менен бұл туралы не үшін сұрадың?» «Жай сұрадым». «Жақсы, біз бұл жөнінде шештік. Маған ана жерде тұрған кітапты алып бересің бе?» Әйелі қолын созды да басқа бөлмедегі үстелдің үстіндегі кітапты алып берді. Күйеуі оған қарай қорықты және қашуға бел буды. Мүмкін мен жоқ болған кезде ол аштықта өлген шығар деп ойлайды ер адам. Әйелі күйеуінен артынан қоса жүгірді. Жақын жерде храм болатын. Күйеуі елестердің храмға кіре алмайтынын біліп, сол жерге қарай қашты. Әйелі біраз уақыт храмның алдында жылап тұрды да кетіп қалды. Храмның ішінде жүретін әлгі адам ұйықтамаған. Ағаш кесуші оған барлығын айтып берді. Және сіздің көмекшіңіз болып, осы храмда қалайын деп өтінді. Әлгі адам келісті. Ағаш кесуші біраз уақыт храмда тұрды. Бір күні монарх алған оған 2-ші этажға көшуін сұрайды. Себебі 1-ші этажда орын аз болады. Ағаш кесуші қуана-қуана келіседі. Бірақ ол білмеді. Елестерден қорғайтын тек шекара 1-ші қабатқа ғана әсер етеді. Сол күні ағаш кесуші соқ жерден оянып кетті. Көзін ашса әйелі оған еңкейіп қарап тұр екен. «Сен маған уәде беріп едің ғой. Маған қандай жағдай болмасын, жақсы көрем деп.